Алла Субханала тағала, құрметті жамағат, біздің жүрегімізге қарайды. Алла біздің түрімізге қарамайды, бет-әлпетімізге. Біздің дене бітімімізге қарамайды. Осы отырғанда Алла тағала біздің жүрегімізге қарайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: «Инналлаха ла янзуру иля аджсамикум ва ла иля суарикум, валакин янзуру иля кулубикум» дейді. Не деп жатыр? Хадистің мағынасында Алла тағала сендердің түр-әлпеттеріңе қарамайды дейді. Сондай-ақ Алла тағала сендердің дене бітімдеріңе де қарамайды дейді. Алла тағала сендердің жүректеріңе және жасаған амалдарыңа қарайды дейді. Сондықтан құрметті жамағат, біздің Құдайдың алдында жүрегіміз таза болу керек. Біздің үстіміздегі киіміміз, астымыздағы көлігіміз қызметімізге қарамайды Алла. Ау мынау министр екен, ау мынау депутат екен, ау мынау охранник екен, ау күзетші екен, ау демейді. Мынау малшы екен, ау демейді. Алла біздің жүрекке қарайды. Сол Құдайдың қарайтын жүрегін біз таза ұстауымыз керек. Үстімізге қандай таза жаңа киім кигізіп қойса да, жүрегіміз таза болмаса, Алла бізге қарамайды. Сондықтан Алла Субханала тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Яумун ла янфағу малу ва ла банун илля мен аталлаха би қалбин салим» дейді. Қиямет күні жиған дүние бала шаға пайда бермейді дейді. Пайда беретін нәрсе илля мен аталлаха би қалбин салим, Құдайға таза жүрекпен келсе ғана. Сондықтан құрметті жамағат, біз жүректің тазалығына мән беруіміз керек. Біз кейде қателігіміз не? Қателігіміз дейміз ба? Іліміміздің таяздығы дейміз ба? Кейде біз үстіміздегі киімге мән береміз. Иегіміздегі сақалға мән береміз. Басымыздағы тақияға мән береміз. Оны жаңағы үстіміздегі жекетіміздің түріндей қыламыз, подсвет болсын деп, бірақ оның еш қайсысы да Құдайдың құзырында рөл ойнамайды. Сен әуратың жабықта болды, жүрегің таза болса болды. Енді қараңыздар, адам баласы екі нәрседен тұрады: тән, жан. Рух деп жатымыз ғой, неше күннен бері рух болып жатыр ғой. Адам баласы екі нәрседен тұрады: тән, жан. Тәніміздің ауруы болған секілді, тәніміздің жаны болған, жарасы болған секілді, жанымыздың да, яғни жүрегіміздің де аурат, жүрегіміздің де жарасы болады, құрметті ағайын. Тән жарасы кеудеден жан шығумен қалады. Түсіп отырсыздар ма? Тән жарасы не істейді? Кеудеңнен жаның шықса, тәніңмен бірге қалады, қабірде шығып. Ал жүректің жаның ауырса, оның емі тек тозақ. Біліп алыңыздар. Сондықтан кейде бізде ана бір адам сырқаттанып қап, немен ауырды десек, жаман ауру дейді. Қайсы анау? Жоқ, ол жаман емес, Алла басқа самасын. Яғни бір екінші мағына, аурудың жақсы жоқ, екінші мағына. Аурудың жаманы жүректің дерті. Сол жүректің дертін
тазалауымыз керек. Тәннің тазалығы жеңіл. Моншаға барсаң, болды. Тап тазағып, ысып, аппақ қып береді. Бірақ жүрек тазармағаннан кейін болмайды. Жүрек немен тазарады? Біздің жанымыз немен тазарады? Сол жанды тазартуымыз керек. Сол жанымыз тазармағаннан кейін біз осындай халге душар болып отырмыз бүгінгідей. Әртүрлі сынақ. Осы жүректің дерттерін бір қатарын айтып берген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисі бар. Сол хадисті айтып берейін сіздерге. Пайғамбардай бізге ақылшы, пайғамбарымыздай саллаллаху алейхи бізге өсиет қалдырған ешкім жоқ. Пайғамбардай бізге жан ашыған ешкім жоқ. Біліңіздер, ол затты біз қалай тыңдамаймыз, ол затты біз қалай жақсы көрмейміз. Өйткені біз үшін күйіп пысқан бірақ адам, ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды бәрінен артық жақсы көруіміз керек біз. Ата-анамыз ше, бізді тозаққа қият. Баламыз ше, ол да бізді қият жамандыққа. Құдай қосқан жарың ше, ол да қият сені. Досың ше, ол да қият. Сен атанаң айтшы, әке, ана, мына менің намазым жұмысыма кедергі келтіріп жатыр деш. Прокуратурада істеуге, әскери қызметте істеуге. Балам, әлі жассың, онда намазыңды қоя тұр дейді. Демек, әкең сені отқа қиып жатыр да. Балаң айтшы сен. Бір кісіге айтам, аға намаз оқыңыз. Я дайынмын дейді, оқығым келет дейді. Бірақ балам органға тұру керек, мен сондықтан қазір оқымайым дейді. Қиды ма? Қиды. Баласы айту керек еді, әке, жұмыссыз екі қолға бір жұмыс табылады, намазыңызды тастамаңыз. Жоқ, айтпайды. Әке, намаз оқымай тұра тұрыңыз, сіз қазір намазға жығылсаңыз, мен жұмыс қалмай қояды дейді. Баласы әкесін қиды ма тозақ? Қиды. Жамандыққа. Жарың ше? Қияма, қимай ма? Жамандыққа. Тәке. Адналүк болсаң қимауы мүмкін. Жүректі бөлген болсаң қият сені. Бәр қуанып қалдыңыздар ғой, адналүк дебен бәр қуанып қалдыңыздар ғой. Ал қараңыздар, досың ше, сені қият. Қият. Бізді жамандыққа қимайтын бірақ адам бар. Ол кім? Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан Омар радиаллаху анхудың сәл кідіріп, я Расулалла, өзімнен де сізді артық жақсы көрем дегенде, пайғамбарымыз не деді? Әләне я Омар, Омар мені енді сенің иманың кәміл болды деді. Сонда ғалымдар айтады, Омар неге
ұзақ ойланбастан бірден, я Алла, бірінші өзімді ет деп тұрады, сосын сізді деп тұрады, сәл кідірді де сізді, я Расулалла деген кез не деді? Өйткені пайғамбар болмағанда біз кім едік деген ой келді деді болды. Міне біз сол үшін пайғамбарды жақсы көреміз. Өйткені пайғамбарымыз осы отырған еш қайсымызды қимайды. Сіз бен біз үшін уайымдап өткен адам сол кісі ғана. Бізді бір жамандыққа бұйырған бір жерін айтыңызшы маған. Айтыңызшы. Мұхаммед саллаллаху алейхи салам ақырдың пайғамбары, пайғамбарлардың мөрі, адамзаттың асылы. Айтшы, мына бір нәрсесі маған зиян деп айтшы сен. Айтшы. Жоқ. Тек жақсылық. Бізге жан ашыған, бізге ертең қияметте шапағат етеді еще. Үмметім деп күтіп алады. Біз соның қадырын біліп жатырмыз ба? Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассалам үммет болғаның үшін сен қадырын біліп жатсың ба? Соны ойлаш, бір сәт ойлаш. Бір көкең, бір прокурор, әкім, депутат болып шықсыншы, айтасың, сізде ағам барына қуанам деп, Аллаға шүкір сізде аға берген дейді. Сен бір сәт қуандың ба Мұхаммедке үммет болғаның? Айтшы. Айтшы. Пайғамбарлар аңсаған ғой. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сізбен бізді уайымдап не істеді? Бір хадисінде мына нәрселерден бізді қайтарды. Не үшін? Сізбен біздің жағдайымыз үшін ғана. О кісі жәннатқа бірінші кіреді. Кәусардан бірінші болып ауыз тиеді. Пайғамбарлардың абзалы саллаллаху алейхи салам. Бірақ кім үшін? Сіз бен біз үшін. Сондықтан құрметті жамағат, бір сәт ойланайық. Мен кімге үммет болдым? Дүние сұрай бермей, сәжде қыл Аллаға, я Раббам, Мұхаммедке үммет қылғаныңа шүкір сен. Мені басқа пайғамбардың үмметі емес, ақырдың пайғамбары Мұхаммедке үммет болу бізден алдыңғы қауымда Иса алейхиссаламға ғана бұйырған. Ойлаңыз. Иса алейхиссаламға ғана бұйырған не? Мұхаммед саллаллаху үммет болуға. Басқа үмметтің алдында күнәміз, әрбір арсыз ісіміз жасырынған үмметпіз ғой, айналайындар-ау. Өйткені біздің жасап атқан арсыздығымызды басқа үммет көрмейді. Бірақ басқа үмметтің жасаған күнәсін біз көріп оқып жатырмыз да. Нух алейхиссалам, я Раббым, дағуатты жеткіздім деген кезде, бұған куә етуші бар ма деген кезде, Нух алейхиссалам айтады екен ғой, Мұхаммедтің үмметі бар дейді екен. Сонда біз Нухтың қауымына дағуатты жеткізгендігіне куәлік етедік. Өйткені біз Құранда оқыдық. Нух дағуатты жеткізді ме? Жеткізді. Қандай үмметпіз бізді? Сол басымыздағы алтын тәждің қадырын білмей отырған сорлы үмметке айналдық біз. Мұхаммедке емес саллаллаху, басқа біреуге еліктейтін халге жеттік. Қараңыздар. Әйтпесе біз кімбіз, ойлаш? Кімбіз біз? Біз соңғы үмметпіз. Күнтім хайра умматин ухриджат линнас. Анау Адам алейхиссаламнан бері қияметке дейінгі үмметтің ішіндегі ең қайырлы үммет болдыңдар дейді.
Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah деді. Міне қараңыздар. Джип мінгендерің үшін емес. Жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтарасыңдар, және Аллаға иман етесіңдер. Сондықтан да сендер үмметтің қайырлысы болдыңдар деді. Біз көңілсіз бізді, разы емеспіз. Әр қашан бір жетпейді, недоволь. Кімсің сен? Сен үмметтің ең қайырлысысың ғой. Басқа не керек саған? Қадірін біліңіздер осын. Осының қадірін біліңіздер, құрметті ағайын. Не дейді? Тоқал ешкі? Мүйіз сұрайым деп не істепті дейді? Шүкір етіңіздер. Шүкір етейік. Шүкір етейік, құрметті ағайын. Тәуба. Міне мешітіміздің есігі ашық тұр. Тәуба. Қаласақ ішіне кіріп айтамыз. Қаладық сыртына шығып айтып жатырмыз. Дұрыс па? Нығмет пе? Нығмет. Осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізді мына бір нәрседен қайтарған, соны айтқым келіп отыр. Бұны бәріңіз білесіздер, бірақ біз соған амал жасап жатырмыз ба? Сол пайғамбарымыздың айтып отырған нәрсесі жүректің дерттері. Тісіміз ауырса не істейсіз? Сәргеріне барасың? Мынау ұйықтатпады. Ал жүрек ауырса қайда барамыз? Дұрыс айтады. Дұрыс айтады. Жүрек ауырса кардиологқа барамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: «Уәлә тахасаду». Бірінші нәрсе, Абу Хурайрадан жеткен хадисте, сахих хадис, көралмаушылық қылмаңдар дейді. Болды. Көралмаушылық харам. Үкім осы. Егер сен біреуді көралмай жатсаң, сен кәдімгідей харам нәрсе жасап жатсың. Ол не деген сөз? Яғни сен аурусың. Кімге бару керексің? Кардиологқа бару керексің. Дұрыс па? Кардиологқа барды айт. Мен көре алмай жатырмын. Көршім көлік алған еді, ағам осында үй алған еді, кластасым депутат болған еді, мен көре алмай жатырмын, жүрегімді емдеп бер деп, кімге барасың? Кардиологқа барасың. Емдей ала ма? Жоқ қой. Кімге барасың? Имамға келесің бе? Имамға. Ай шырағым, мен мына ауырып тұрмын. Қандай ауру? Жаман ауру. Ой, онда сізге анжақа жоқ, одан да жаман. Қандай сонда? Шетелге шығып көрмедіңіз бе? Қарасың. Олар да емдей алмайды. Кореяны білмейсіз, олар да емдей алмайды. Түркияны көресіз, о жақта емдей. Сонда қандай ауру? Жүректе. Не? Көре алмаушылық. Ойбай, атым атама. Атама. Мынадан тез арылмасаң, құрыйсың. Құрыйсың. Көре алмаушылықтың зияннан басқа пайдасы жоқ.
көршің көлігін алып, оны таңертең шығып, жуып, сүртіп, сен забордың арғы бетінде отырып, күйіп пісіп отырасың. Деп жынданып отырасың да. Оның ештеңесі кетіп, көрші ассалаумағалейкум дейді. Бірақ күйіп жатыр да мына жақ. Ешкім зиян шекпейді одан. Сыртқа шығып жүресің. Ай, не болды? Мынау қалай алды? Несіне алды бұл? Қалай мен алмаған көлікті ол қалай алады? Пайдасы жоқ. Ол кісі рақат үйінде көңілі, рақаттанды. Зиян шегетін кім? Көре алмаушылық жасаған адам ғана. Көре алмаушылық жасаған. Сондықтан пайғамбарымыз не деді? Лә тахасаду, көре алмаушылық жасамаңдар деді. Енді ғалымдарымыз айтады, көре алмаушылықтың 2-3 түрі бар дейді. Соның бір түрі ең жаманы. Өзінде болып, басқада болмауды қалау. Мына суды мен ғана ішем. Бұны неге бұл ішу керек? Қалай ішеді ол? Ол менде ғана болу керек. Бұл ең барып тұрған сорақысы. 2-ші түрі бар, ол анадан жеңіл, бірақ ол да харам. Ол қандай? Өзінде жоқ, басқада да болмау керек. Ал жаманы өзінде бар, басқада болмау. Енді өзінде жоқ, анада да жоқ болса, бірдей болайық дегені ғой енді. Анадан жеңілдеуді, бірақ ол да харам. Ал анау не? Өзінде бар. Бірақ не істемеу керек? Басқада болмау керек. Ол ең жаманы дейді. Алла сақтасын. Егер бұндай дерт болса, дереу тазарыңыздар. Қалада бар шығар кардиологтар, дереу тазаланыңыздар. Оны бірінші рет естіп тұрмын, ондай кардиолог бар. Өзіме де керек, соның негізі жаңағыдай. Ол кардиологыңыз жүректі бөліп бермей ме 4-ке? Біреуге зиян беру мақсатында бағаны көтеру. Бұл харам шариғатымызда. Мысалы қалай? Мысалы айтам, мына ұялы телефонды сатам. Бастапқы баға 1000 теңге. Сосын аға тұрады, мен алам дейді. Тәкең ана кісін жек көреді. Оған зиян беру керек. Бірақ өз алмайды. Сондықтан бұл айтады, рәке 1500 дейді. Мына кісі қажет қып отыр ғой, 1600 дейді. Мына айтады, 2000 дейді. Алмайды. Не үшін бағаны көтеріп отыр? Ана кісіге зиян беру. Бұл шариғатта харам. Түсіп отырсыз ма? Сондай мақсатта келіп жана көзді қысқап, мына 2000-ға, досына 2000-ға болмайды, мынадай состояние көліктер 2500 тұр деп алдауға болмайды адамды. Ана саудаласып тұрды, ана 1900-ға берсем нан деп тұрды. Бір уақытта тәкең келеді айтады, өй досым, қайша 1900-ға қайша сұрапты? Мен 2000 сұраппын. Анау ше 1900 сұрап тұр дейді. Мынадай состояние соткалардың кемі 3000 жобасында дейді. Не істеп жатыр? Ананы алдап жатыр. Бұл харам шариғатта. Енді 2000 қойып атсаңыз, нормально. Бауырым 2000-ға нормально ғой. Бұларды енді сен мұндай состояние 2000-ға таппайсың деп, ақиқатты айтуға болады. Түсініз ба? Енді осы нәрсені пайғамбарымыз бізге тыйым салып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады, мән ғашшана фәләйсә минна дейді. Сондықтан шариғатымызда алдау, арбау харам етілген. Алдауға не істейді? Болмайды. Ешқашан көлік соғылмаған, мен бірінші хазайын егесі, болмайды олай. Мына аттың әкесі бәлен, шешесі түген. Болмайды. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Уәлә табағаду дейді. Кек сақтамаңдар дейді. Мұсылман адам кек сақтамайды. Және хадистің жалғасында айтады, уәлә тадабару,
теріс айналмаңдар. Яғни адам байлансын үзіп тастауға болмайды, сол секілді кек сақтауға болмайды. Екінші бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Ла яхиллу ли муслимин ан яхжура ахаху фауқа салас» дейді. Мұсылман адамға, мұсылман бауырына 3 күннен артық ренжуге қақысы жоқ. 3 күннен кейін не болады? Харам. Тәкең екеуміз ренжісіп қалдық. Шариғат бізге 3 күн уақыт береді. Мен намазға келіп жатсам, саптың ар жақ шетіне тұрам, тәкең мын жақ шетіне, тәкең мын жақта тұрса, мын жағында тұрам. Тәкең анадан көрініп қалса, бұларға айналып кетем, бірақ 3 күн. 3 күннен кейін алдыңнан кетіп, ассаламағалейкум. Егер осы күнге дейін біреуге ренжіп жүрген болсаңыздар, кешіңіздер. 3 күннен кейін саған күнә жазылып жатыр. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл и до конца жизни. Кешпесеңіз. Сондықтан қазақ не деді дана халқымыз? Алдыңа келсе, әкеңнің атаңның күнін кеш дейді. Әкеңнің деп тұр. Не істеді? Кеш дейді. Кек сақтауға болмайды. Ренжісуге болмайды. Ал ренжісудің ішінде ағайын туыспен ренжудің күнәсі ауыр. Ағайын туыспен ренжісуге болмайды. Алла субхана тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Иннамал муъминуна ихуатун фа аслиху байна ахавайкум». Момындар бір-біріне бауыр, момындардың арасын жарастыр. Сондықтан біз ағайын араздасқан болса, жамағат араздасқан болса, татуластыруымыз керек, біріктіруіміз керек. Жоқ, біз ондай емес. Біз не істейміз? Бір шелек бензинді әкелеміз де шашып жүреміз. Өз солай ма тәке? Тәке, ол бар ғой, мен білем оны. Білем оны. Біз керісінше қайраймыз да оны. Мен де соны байқап жүрмін, сол дұрыс аралым емес ау деймін, деп қоясың да жаңағыдай. Анаған газ бересің ғой. Сонда саған бірдеңе түсе ма? Керісінше айту керек қой. Ай, тәке, кім қателеспейді? Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Байқамай қалған шығар. Негізі байқап жүрмін, жақсы жігіт, намаздан қалмайды. Білмеймін, енді оны бір, кім біледі, бір жағдай болып қап, байқамай қалған шығар. Демейміз ғой біз. Оны өзімде байқап жүредім, ше, сонда. Дұрыс қыпсың, тәке, дұрыс қыпсың. Түкте дұрыс қылған жоқ. Қате қылды. Екеуіне бірдей күнә жазылайын деп тұрды. Сондықтан кек сақтауға, бір-бірімізден теріс айналуға қақымыз жоқ. Оны шешпейсің. Бар ма, жоқ, оны шешпейсің. Алла 3 күн уақыт берді, болды. 3 күннен кейін қақың жоқ, қойт кім болсын. Кешесің. 5-ші нәрсе, пайғамбарымыздың тыйып салып жатқан нәрсесі, бұның бәрі жүректің дерті, көре алмаушылық, біреуді алдау, жек көру, теріс айналу, жүректің дерттері. Жаман аурулар. Ла ябиқ бағдукум ала байғи бақ дейді. Екінші біреудің саудасының үстіне саудамен кірме дейді. Мен базарға кеп ағамен саудаласып жатырмын. Аға, қаншадан мынау? 5000 теңге деді. Аға дедім, 1400-ге түсесіз ба дедім. Жоқ, түсамаймын деді. Ақырғы бағаңыз қанша? 4800 деді. Сол кезде мына жерден біреу келіп 4700-ға давай деп кірісуге болмайды. Бұл харам. Сондықтан ол күтеді.
кетіп бара жатқан кезде ғана бауырым не болды деп, аға түспеді алмадым деді. Қанша сұрап едім? 4500 бермеді. Аға қанша сұрап деді? 4800-ге сұрап тұр деді. Жақсы. Сол кезде барып кірісесің, мен кеткеннен кейін. Егер біреулер саудаласып тұрғанда, сатушы тарапынан да, сатып алу жағынан да кірісуге болмайды. Болмаса мен ағамен саудаластым, аға 1400-ге беріңіз деп. Аға айтты, 1800 деді. Сонда қасында тұрған дәл осы товарды сатып тұрған екінші адам біздің саудамыз аяқталмайынша бауырым кем 700-ге түсіп берейін. Болмайды. Өйткені бұл істің бәрінде мұсылманды ренжіту бар. Мұсылманды ренжітуге болмайды. Мен бір мысал айтайын, одан кейін сіздер өздеріңіз есептей беріңіздер. Шариғатта аузынан жағымсыз иіс шыққан, яғни пияз жеген адам мешітке не істемейді? Келмейді. Жамағатпен намаз оқу макрух болады. Егер аузынан иіс шығып. Неге білесіздер ме? Намаздағы жанындағы адамға зиян бергендік үшін. Сен аузыңнан шыққан иіспен зиян беруің тыйым салынғаннан кейін сен басқа нәрсені сұрама. Анау Құранда айтты ғой, әке шешеңе не деді? Тух деп айтпа деді. Ол бер жағы, оның ар жағын сұрамай-ақ қой уже. Сол секілді сен аузыңнан жағымсыз иіс шығып, сомен зиян беруің тыйым салынғанда басқа нәрсені сұрамай-ақ қой. Шертіп қарсам бола ма? Подножка қойсам бола ма? Болмайды. Сен аузыңнан шыққан, сен мақсатың мешітке намазға келе жатсың. Бірақ намазға келіп тұр, Аллаху акбар деп тұрған кезде, анау шығып тұр да, сен қолайсыз жағдайға түс. Соны жағады. Сен мешітке кеме дейді. Анаған зиян беру үшін дейді. Бәс етпесе сенің бар ойын құлшылық қылу. Сондықтан сіздер осыған дейін ойлау керек. Бай үйде отырып сарымсақ жеп қойдың ба? Иіс шығып тұр ма? Келме. Үйіңде оқы. Үйіңде оқы. Келсең не болады? Күнә болады. Неге? Өйткені сен екінші бір бауырыңа зиян берен. Ой, мен оны істе. Шығаны бүйтіп барады. Анадан бұрын рухқа кетіп қалсам деп ойлайсың ғой, Ана рухқа келіп жатқанда қайтып бара жатасың да жаңағыдай. Қатар тұрып қалсаң болмайды. Енді білмейтін шығар, кейде келіп тұрған кезде ыңғайсызданасың. Одан кейін былай шығасың, өзімнен шығып жатқан жоқ па деп қойсың ғой жаңағыдай. Көрдіңіздер ме? Сондықтан ауыздан шыққан жағымсыз иіспен зиян беру тыйым салынғаннан кейін бір-бірімізге басқа ештеңені ойламай-ақ қой. Басқа ештеңені ойлама. Не деді? Көр алмаушылық жасама, алдап арбама, теріс айналма, кек сақтама, біреудің саудасының үстіне саудамен кірме дейді. Құда түсуінің үстінен құда түспе дейді. Бәленшенің баласы түгеншенің қызына сырға салғалы жатыр екен, екі жақ кездесейін деп батыр екен дегенде, тәке шустрит етіп өтпетуге болмайды. О кісілер қай күні барайын деп, келесі сенбі екен, онда біз сәрсенбі барып алайық деп барып алдын орап кетпеу керек. Күтесің. Уақыт өткенде сұрайсың, әй не болды? Өткен ана бәленшенің ұлы бәленшенің қызына сырға салып жатыр. Екі жақ келіспепті. Кетіп па? Я кетіпті. Аяқталып па? Аяқталып. Сол кезде ғана барып әке шешеңді жібересің. Мына бәленшенің қызына сөйлесіп қайтыңдар деп. Ал аналарда процесс жүріп жатқан кезде болмайды. Ол харам. Ол жүрмейді, шустрит еттім, бүйттім, сөйттім деген жағы. Алып қашуда болмайды. Алып қашуда болмайды ол. Әкесінің рұқсаты қыздың рұқсаты болды. Әкенің рұқсатынсыз шыққан қыздың некені бұзып әке қайтара алады. Әке қыздың келісімінсіз әке қызды біреуге күштеп бере алмайды. Міне шариғатымыздың тазалығы, шариғатымыздың қараш кереметтілігі. Ана жігіттің дүниесіне, қызметіне қызын күштеп бере алмайды. Қыз айтатынсы, келіспеймін деді ме, болды, әке күштей алмайды. Ал әке жігітті қаламай тұрып, қыз қалап тұрып шығып кетсе, әкеге айтпай. Ол некені әке бұзып, қызды қайтарып алды.
Қараңыз, қандай біздің шариғатымыз біздің пайдамызға шешілген нәрсе ғой. Соны біз кейде ақылға сап жібереміз, сезімге беріліп кетеміз. Және пайғамбарымыз жоғарыда хадистің жалғасында не деді? Куну ибадаллахи ихуанан деді. Алланың құлдары бір-бірлеріңе бауыр бол. Неге пайғамбарымыз бірден айтпады, бір-бірлеріңе бауыр болыңдар деп? Жоғарыдағы нәрсе тұрғанда, ауру тұрғанда сен бауыр боламайсың. Көре алмаушылық тұрады екен, сен бауыр боламайсың. Алдап арбайды екенсің, бауыр боламайсың. Кек сақтайды екенсің, теріс айналады, сен бауыр боламайсың. Біреудің саудасын үстіне барып кірсе де екенсің, сен бауыр. Осы нәрсенің бәрін жойыңдар, содан кейін бауыр болыңдар деп жатыр. Әл-муслиму ахул муслим дейді пайғамбар. Мұсылман мұсылманның бауыры дейді. Ла язлимуху, зұлымдық жеткізбейді дейді. Бір-бірімізге зиянымыз жетпеу керек, құрметті бауырлар. Бір бауырымыз үйінің алдына көлік қоюға болмайды деді ма, қойма. Намазға келгенде артына қыстырып кетпек көлікті. Сен біліп келе жатсың ғой, жұмаға келе жатқанда мешіттің жанында орын жоғын. Сыртқа қойып кет, жаяу кел. Неге? Сенен алдын адам асығып, жұмысқа шығып шығайын десе, кешігіп барған, сені күтіп тұрады ана жерде. Сен қойып кеткенсің, үйші ішінде құшақтасып, селфилетіп жүресің де жаңағыдай. Ана бейшара шырылдатып тұрады ана жерде. Мұсылман мұсылманға зұлымдық жеткізбейді. Сен қойып кетпе олай. Намаз өтіп кетсін. Қайтып кеп оқисың ғой. Сондықтан жұма күні лежбі жаңағыдай мешіттің айналасы толып қалатын, жұмыстан машинамен, таксимен шық. Мешіттің жанына түсіп қалады, жаяу келеді, жұмысқа шығасың да, таксиге төлейсің да, қайттан кетіп қаласың. Сол жақсы. Неге? Мұсылманға зұлымдық, зиян жеткізуге болмайды. Мына жерде әкеледі, кеп дейді. Адамдар көті, сосын шу болады. Сосын мына көршілер не істейді? Арызданады. Сосын омен әғузу билля, астағфиралла деп дауласады ғой сосын жаңа көршілермен жаңа. Сонда қателік өзімізден біздің. Қателік өзімізден. Тып-тыныш болып тұрсын мешіттің жаны. Мысалы мешіттің жаны 10 ғана машина тұратын орын бар ма? Сол 10-на ғана қой болды. Қалған жер машина қойылмай ма? Қойылмай тұру керек, құрметті ағайын. Шетке қарай көт. Кішкене жүгіріп бат, мен арғай кетіп қала саласын болды. Жолдың арғы бетіне қойып кет, постау жерге. Жоқ, міндетті түрде міндетті кептеу керек. Және пайғамбарымыз дейді, ла язлим, зұлымдық қылмайды, яғни зияндық жеткізбейді. Уәла яғзулуху дейді. Не дейді? Жәрдемсіз қалдырмайды дейді. Мұсылман адам қолынан келгенше жәрдем беру керек. Тіпті ақшамен қосыла алмасаң да, түннің бір уағында тұрып, дәретіңді алып келде, тахажжуд оқып кетті. Мына жерден шықтың, бір адам баласының еміне көмек сұрап тұр. Ақшаң жоқ. Болады ақша болмайтын кез. Бірақ жұмысқа кетіп барасың. Жұмыстан шыққаннан кейін түннің бір уағында мешіт таңға жақын дәретіңді алда келді. Қой, мен мұсылманмын ғой, мынаған қалай көмек бер? Дұғасын жасайын. Келді, дұға жаса. Бағана жұмада менен көмек сұрағанға Алла өзің жәрдем бер, баласының дертіне шипа бер. Мұсылман мұсылманды жәрдемсіз қалдырмайды. Жолда тоқтады ма? Тоқтатты. Орын жоқ, бауырым, алып кете алмаймын. Болды. Жүре бер. Тоқта, жоқ болса да. Баллонный кілт сұрапты. Жоқ, бауырым, жақсы жүре бер. Қолыңнан не келеді? Кім бар? Звонда. На жолда келе жатқан кім бар жамағаттан? Чатқа жаз. Азеке мен бармын. Азеке дөңгелегім жерде бір кісінің жарылып екен, бір кілт керек екен, тоқтап беріп кетесің. Көмектесуіміз керек. Өйткені пайғамбар мұсылман мұсылманның бауыры жәрдемсіз қалдырмайды дейді. Біз ше, біз прикол ұстаймыз. Одан кейін пайғамбарымыз уәлә яғзибуху деді. Бір-бірімізге өтірік айтуға болмайды. Өтірік айтуға не істеуге болмайды? Айтуға болмайды. Тоқалдан келе жатып бәйбішеге ұсталып қалдың ба? Ол басқа жағдай. Басқа жағдай. Басқа жағдайда өтірік айтуға болмайды. Нақ көстесіздер. Басқа жағдайда өтірік айтуға болмайды.
өтірік шариғат. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір адам келіп сұрайды ғой, я Расулалла дейді, мұсылман қорқақ бола ма дейді. Иә дейді. Болады ғой қорқақ адам, мұсылман сараң бола ма дейді. Болады дейді. Сараң адамдар бар ғой, дұрыс па? Шық бермес шығайбай дейді. Анау Атымтай Жомарт деген бар ғой, бұл арабтарда да бар. Ананың бір атақты сәйгүлігі бопты. Сосын Румның патшасы жіберіпті бәленшеге барып сәйгүлігін алып кеңдер деп. Сосын делегация келеді. Қайдан келдіңдер? Осындай келдік. Бұйымтайымыздар. Кейін айтасыздар. Шай отырып, шай ішіп болып, демалып, бой жазғаннан кейін, ал енді не мақсатта келдіңіздер, бұйымтайларыңыз болса айтыңыздар десе, сенде бір атақты сәйгүлік бар еді, соны алып кетуге келдік дегенді айтады дейді. Ай, бағана келген кезде айтуларың керек, қазір сойып сендерге асып бердім деп айтады. Содан ана ат қаған ғой, Атымтай Жомарт деген. Мұсылман өтірік айтама дегенде жоқ деді пайғамбар. Жоқ. Мұсылман өтірік айт. Сондықтан дана халқымыз не дейді? Өтіріктің арты бірақ тұтам дейді. Қазір мен бір өтірік айтсам, сол өтірікті жабу үшін тағы бір өтірік айтам. Сол өтірікті жабу үшін тағы бір өтірік айтам. Сондықтан дейді, өтіріктің арты бірақ тұтам дейді. Түсіндіңіздер ме? Уәлә яхқируһу дейді, не демейді? Кемсітпейді. Мұсылманды кемсітуге болмайды. Ешқандай бір нәрсемен. Киімімен болсын, жағдайымен. Басқа қатын таппадың ба? Болмайды олай айтуға. Кемсітуге болмайды. Түсіздер ғой? Сондықтан және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Ат-тақуа хахуна ва ашара иля садрихи салас. Пайғамбарымыз осы хадисті айтып келді де не деді? Жаңа жоғарыдағы 5 нәрседен тыйды бізді. Бауыр боңдар деді. Мұсылманның бауыры зұлымды қылмайды, жәрдемсіз қалдырмайды, өтірік айтпайды, және кемсітпейді деді. Содан кейін не деді? Тақуалық мына жерде, тақуалық мына жерде, тақуалық мына жерде деді. Тақуалық қай жерде болады? Жүректе, сақалды емес. О, мынадай қойсаң да разница жоқ. Ұзартып мойныңа орап қойсаң да разница жоқ. Басыңа дәу қылып сәлде орабасаң да разница. Тақуа о жерде емес өйткені. Тақуа жүректе болады, құрметті бауырлар. Жаңағыдай дерт болса жүрегіңде, ол сапсиған сақалыңнан не пайда сенің? Мен сақал жаман деп отырған жоқпын, жақсы. Бірақ ол тақуалық онымен өлшенбейді. Біліп алыңыздар. Тақуалық жүректе болады. Жаңа сақал қойып, басыңа тақия киіп ап, біреуді көре алмай тұрсаң да, не керек бар оның? Алла тағала сенің тақуалыңды сақалың размерімен өлшемейді ғой. Я, тақуалықтың белгісі, қарапайымдылықтың, мұсылмандықтың белгісі, жаңағы біздің асыл пайғамбарымызға ұқсау. Сондықтан бұл атақ үшін қоймайды. Пайғамбарымыз қойған екен, мен де қойайыншы, ұқсайыншы деген мақсатта қойылады. Ана қойып апты, қой, мен де қойын. Ана ұзат, мен де ұзатайын дейтін амал емес ол. Сондықтан бірінші кезекте жүректі тазалауымыз керек, құрметті бауырлар. Машинасын қойып кеткенде шығып атыр жайлап бері. Тақуалық мына жерде дейді, жүректе. Кафа бил мар'i шар дейді, мина шар ән яққыра ахаху дейді. Мұсылман адамның жамандық жасады деуіне жеткілікті дейді. Мұсылман бауырын кемсітсе болды дейді. Біреуді кемсіттің ба, сен жамандық жасады дегенге жеткілікті сол дейді. Жамандық жасасаң жеткілікті дейді. Әл-муслим аләл-муслим, күлліл-муслим аләл-муслим харамын, дәмуху, ғирдуху, малуху деді. Пайғамбарымыз осы хадисінде айтты. Әрбір мұсылманға қаны, малы, ары харам деді. Мұсылманның қаны төгуге болмайды. Малына қол сұғуға болмайды. Арна қол сұғуға болмайды.
адамның арына қол сұғмайды. Адамның арына қол сұғу өзінің туған анасымен зина жасағаннан ауыр деген. Міне осы нәрселерде ықтиятты болайық, құрметті бауырлар. Қайталап айтамыз, бірінші көреалмаушылықтан тыйды, алдау арбаудан тыйды, кек сақтаудан тыйды, бір-бірімізден теріс айналудан тыйды, бір-біріміздің саудамыздың үстіне саудамен кірісуден тыйды, зұлымдық жеткізуден тыйды, көмек беру көмексіз қалдырмайды деді, өтірік айтпайды деді, не істеді? Кемсітпейді деді. Және не деді? Арына қол сұқпайды, малына қол сұқпайды, жанына қол сұқпайды. Бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізді 5-еу, 4-еу, 3-еу 12 нәрседен қайтарды. 13 нәрседен. Бір хадисте. Сондықтан құрметті бауырлар, құрметті жамағат, осы хадис бізге жетеді. Үйге жазып қойыңыз. Шығып бара жатқанда жазылып, болмаса кіріп келе жатқанда қабырғаға жазып, картинка саған сол аят жазып қойсын. Картинка оқып болғанша аят жазып қойсын. Бөлмеңе анау бәйбішенің суретілгенше соны жазып қойса бүйтіп. Көреалмаушылық жасама. Таңертең ұйқыңнан оянасың, көреалмаушылық жасама, жазылып тұр да. Ешкімді алдап арбама. Асханаға кел, кек сақтама. Жақсы ғой, насихат қой. Болмайтын бір наклейканы жабыстырып қоямыз. Көлігін ішіне қойып қой. Біреуге зұлымдық жеткізбе. Машинаға отырған сайын есіңе түсіп тұрады. Есің өйткені не деді? Еске салу мұсылмандарға пайда береді деді Алла тағала. Міне құрметті бауырлар, Алла баршамызға разы болсын. Бір-бірімізге зияндық жеткізбейік, бір-бірімізді алдап арбамайық, біз бір-бірімізге көреалмаушылық жасамайық. Керісінше тілейік, Алла берсін. Берсін иншалла.